Экрандық мәдениетті дұрыстасақ, ажырасулар аз болар меді аға дейді. Ажырасу экранға қарап қалған жоқ қой. Біз тәрбиені экранға қарап алмаймыз. Біз ер адамдардың қадір қасиетін, әйел адамдардың құрметін түсіндіруіміз керек. Экранмен алыспауымыз керек. Экран бар нәрсені ғана көрсетеді. Сен айнаға қарағанда бетіңнің қисықтығын көрсең, айна не виноват же? Телефон, экран бар болмысыңды көрсетті. Нең барын көрсетті. Ішіңде не барын көрсетті, сыртыңда не барын көрсетті. Причем здесь бетіңнің қисықтығы? Айтшы. Айнамен салғасасыз. Экран ол айна. Іштегі бар нәрсені көрсетті. Болды. Келініміз 2 айлық жүкті, түсінде алдында 4 түсіп қалыпты, жақсылыққа жорыдық дейді. Жойдық дейді. Жорыдық деп жазылады, бірақ қорқыныш бар деймін, салдырбасын, уайымдамасын. Туыстық қарым-қатынас туралы айтыңызшы дейді. Туыстық қарым-қатынасты үзген адам Құдайдан үзіледі. Туыстық қарым-қатынасты жалғаған адам Құдайға жалғанады. Сондықтан туыстық қарым-қатынас бұл силах, Алла Тағала байланған дүние. 2 жіп сынды, жіптің ұшы сияқты ол үзілмеу керек. Шама жеткенше оны ұстау керек. Бірақ бізде неге үзіліп жатыр туған туыстық? Өйткені бізде праван жаттап алғанбыз, есепті жаттап алғанбыз, мен жасап жатырмын, менікі дейміз. Содан бізде ағайындық жүрмей жатқан сол. Біздің бабаларымыз істеген жақсылығын санамаған. Содан кейін екінші біреудің ақысын басып, екіншісіне жақсылық жасамаған. Біз әйелдің бауырға жақсылық жасау үшін әйелді жылатып алып, балалардан тартып алып, аузынан жырып, біреуге бергіміз келеді. Жоқ, бауырыңыз олай болмайды. Күйеуім намаз оқығаныма қарсы, үйден тамақтан кейін бата істемейді, жолдасым мүлде қарсы, түсінбедім, ішеді. Мен кіші қажылыққа барған шығарсың, е? Намаз оқығаныңды көрсетпей оқы. Үйден тамақ істемесе, бата істемесе, ештең етпейді. Сен істей бер, істей бер. Батаңа әйел адам бата жасамайды деген жоқ, бата жасай бер. Тілеуін тіле, басқа байың жоқ. Жамандағаннан гүлбера саған басқа байды ешкім әкеп бермейді. Арақ ішсе өз жауап береді. Содан кейін күйеуінің алдында арапшалап, өзіңді әулие санама. Сонда әйелді намаз оқыса күйеуге қарап, астағфирулла деп, өздеріңізше білгіш болмай қойыңыз. Күйеуіңдікі дұрыс деп болды. Умраға барғанмын, оған қоятымды қойдым дейді, мен ажырасқым келеді дейді. Жоқ, ажыраспа. Намазбенен ажырасып кетсең, үлкен ақымақтық болады сенікі. Семьяны сақтап қал. Күйеуіңе дұға қыл қайта көп. Оны жамандағаннан пайда жоқ. Саған жақсы байды іздегенбіз. Мына жағы Қазақстан, мына жағы Қарақалпақстан жоқ. Сол бір бай өзі, единственный. Соны ұстап қал. Нағыз намазханның ең сауаптысы боласың. Күйеуім тырысқақ, бір нәрсеге ренжісе апталап, айғайлап, айлап даже сөйлеспей қояды. Содан кейін мен одан қатты қырыламын дейді. Мен одан да қатты қырыламын. Не істеуге болады? Рахат қой. Рахат емес пе? Сөйлемей жүрген бай. Қандай рахат? Елдер байының аузын жауамай жүр. Боқтайды. Айтып отыр ма? Боқтайды байым деп. Сенікі боқтамайды. Қандай рахат? Пробка, бесплатный пробка. Сөйлемейді, өзімен өзі шайын қойып қоясың. Холодильникке салып дайындап қой, ол түнде тығылып келіп ішеді. Залға жатып алады, залдан келіп, аштан өлмейді ол бәрібір. Түнде тығылып, бәрін ұйықтағанда ішіп жеп қояды. Сонымен бетін жауып көрсетпей қояды. Ол нормально. Көрпесін алып жатып алады барып. Сен де барып қасына жатып ал. Не қыласың? Ерегіспе. Жақсы бай. Басқа бай жоқ. Іздеген мен. Еш жерде жоқ. Қойылықста жоқ. Іздедім. Нұрлан аға, мен сізге жаздым, оқыңызшы, жалынамыз. Астағфирулла. Жақсы оқиды. Түлкібастан дейді. Алейкум ассалам. Блефаропластика жасатқан теріні үй жаққа көмсек бола ма дейді. Не біле, қанша килограмм ет шыққан, Құдай ау.
блефаропластикадан қанша килограмм ет шықсын, көметінде қазып, траншея қазып жүрме, траншея қазып, ұзынан созып, мына жерде не шықты сонша ма, Құдай, мынандай бір бітпей ғана нәрсе шыққан шығар, көзге көрінбейтін. Оны не істейсің, Құдай-ау? Оның бәрін қазып, үйге апарып, есік алдында қазып, траншея қазып, оған молда шақырып, жаназа оқып, блефаропластика, Құран оқып, ас беріп. Енді көп ет шыққан болса, енді сен экскаватормен қазатындай, онда экскаватормен қазып көмсең болады. Мен енеме алтын білезік сыйладым дейді. Ойбай, қайтыс болған қызы қолынан тез шешіп, өз қолына тақты. Дұрыс емес қой дейді. Дұрыс. Неге дұрыс емес? Сен не временно бердің ме не? Панаси, енешка деп. Панаси деп берсең, онда сенікі қызы тағы баса, сенікі панос болады онда. Енді сен панаси деп берген жоқсың оған. Сен подарка бердің. Подарка бергеннен болды, ол өз білет. Шариғатта келін не болмайды оған? Мирасқор болмайды. Қызы балалары болады. Енді қыз алып алыпты, мейлі ала берсін. Сенің көрме ниетің даже дұрыс болмаған берген кезде. Адам, пайғамбарымыз айтады, сені тәрбиелейік, тыңда. Адам сыйлық берсе дейді. Сыйлығын қайта жаңағындай дәметсе дейді, құсқан құсығын жегенмен бірдей болады дейді. Сен құсқан құсығыңа теңеліп жатсың. Не аласың? Бердің, болды, жақсы ғой. Не істейді екен енді оны деп. Болды, сен бердің, өзі біледі. Кетті, қалды, не аласың оны? Еркекке жауапкершілікті семья үшін, әйелдің жағдайын, үйдің комфорты үшін қалай прививать етеміз? Хай-файмен всегда бітеді дейді. Енді хай-файмен бітсе, үйдің басын қостыратын нәрсе вай-файмен бастарын қосылады. Сендердікі хай-фай болатын, негіз хай-фай емес, хай-вамен жазады, хай-вай. Хай-фай болса, ол саунд система, дауыстың системасына хай-фай система дейді. Сіздердікі вай-файмен бітеді мәселе. Wi-Fi қосасың, Wi-Fi-ға бәрін жиналасың, балашаға, байың бәрін шай ішіп отырып, Wi-Fi-да отырып шешесіңдер. Яғни Hi-Fi-ға жіберме жаным. Hi-Fi-ға ма? Қалай еді? Hi-Fi болса, онда трасса болып кетеді. Өз қайсы болып кетті, не болып кетті. Сондықтан айналайын, ұрыспа. Жақсы емес. Періште үйде кетеді, шайтан келеді, нәсібі ұзайды, ұрыспа. Ақылды сен бол. Ол сондай болса, сіз ақылды болыңыз. Төрт жастағы балаға тіл тартқызуға бола ма? Тіл тартып берем, короче, көз ешкесі болса тартып берем, сөйлейді. Иншалла. Мәйттің жаназасын қай үйде оқылса, рухы сол үйге Құран келіп іздейді деген рас па дейді. Онда жаңағы ресторанға келсе не болады? Ресторан таппай қалады онда. Мысалы, біз ресторанда оқытып жатыр. Үйге сыймайды адам. Мысалы, біреудің квартирасы кішкене, кафеде оқыта береді постоянно. Онда место назначения кафе бола ма, аруақтыққа қалай болады? Таппай қалып, қайдасыңдар, мен жоқ қой деп қалай болады енді. Күлкілі ма? Значит, бос сөз деген сөз. Ондай жоқ. Аруаққа бара береді. Жарайды дейді. О дүниеде апал сіңілі кездеспейді деген шын ба? Бізде сол кездесу важный, сол дүниеде. Кездесіп, встреча деген кафеге, встречка назначить етіп, сол жақта кездесу маңызды бізде. Қалай барам деген бізге маңызды емес. Әпкемен кездесемен кездесіп, бізге тоқал емес, хор қыз маңызды. Жәннетке барам ба, бармай ма, шатағы жоқ өзінің. Хор қыз маңызды. Хор қыздың шашы қандай болады, түрі қандай болады, алды жағы қандай, параметрлері қандай, арт жағы қалай, боковойлы жақтары қалай, аяқ киімі қандай, шаштары қалай, мұрны қалай. Бізде сол маңызды. Бізге жәннетке барасы ма, жәннеттің иісі бар ма, жоқ бол, маңызды емес бізге. Солай өзі. Әй. Мешіттің қасынан үй алса не болады дейді. Күшті болады. Мешіттің қасынан үй алған жақсы болады. Мешіттің шарапаты болады саған. Қарыздарым бар, умраға баруға бола ма? Қарыз дегенде крупный бизнес кредит төленіп жатыр дейді. Болады. Ондай кезде болады. Егер төлеп жатқанда, қиналып жатқан жоқсыз, аймай 20 жылға алғасыз, барып келіңіз умраға. Жақсы.
Аға, емшілерге өлген аруақ келе ма, жоқ па? Жоқ. Good morning. Әй, сен өз сауатты жазамайсың ғой, еркінтай. Good. Өзіге ра жазылмайды. Голубцидың ішін жеп, сыртын жемесе обал болам. Ішін ішіп сайын депті енді мыналарды. Голубцидың сыртын жемесең енді на любителя обал болмайды. Обал болады, итте жемей лақтырып, мусорға састырып жасаң, онда ысырап болады. Арманым ғой дейді мешіттің қасынан үй алу. Мәселе мешіттің қасынан үй алу емес. Мешіттен алыс тұрған адамдарда тозақы болып қалмайды. Мәселе мешіт, наоборот, біздің адамдарда, қазақ халқында мынандай бата бар. Бата болғанда мәтелді бата деп айтылады бұған. Мешіттің алыс болсын, қабірің жақын болсын деп бата береді. Неге? Өйткені адамды жерлегенде, ең жақын зиратқа жерлесе, қырдан көрініп тұрады, мамам жатыр, папам жатыр, әжем жатыр деп, күнде дұға қылғанға оңай қарап тұр. Адам жерлегенде де қиналмайды, табытқа салып көтеріп апарып жерлей салады. Ешкім қиналмайды. Ал ауылдан ауылға сүйремейді, машина жалдамайды, катафалк жалдамайды, ел қиналмайды да. Мешіттің алыс болсын дейді. Неге? Өйткені мешітке әрбір жүріп барған қадамың сауап. Сол үшін мешітке жұма күні баратын азаматшалар, көліктеріңізді сәл арыс қойыңыздар. Содан мешітке қарай жүріп барыңыз, кем дегенде бір жарты, жаңағы бірнеше қадам. Мұрын апарып тіреп, бүйтіп тұрып, инвалидный жерге қойып, қырылысып, өйді полиция тұрады, полициямен жолысып, оны видеоға түсіріп, қабірлеріңіз кетпесін, қадірлеріңіз кетірмеңіздер. Дұрыс емес ол. Аға, қалайсыз? Аға, сіз білесіз бе дейді, білмеймін. Мен папаға айта алмаған сөздерімде Нұрлан Иман атқан. Бұл жерде айтқан емес, атқан болып тұр ғой. Мен атып тастадым ғой. Атқан деп басып тұрып айтамын дейді. Ой, оңдырмапсың ғой. Аллаға шүкір, күйеуіме разымын, жақсы көремін. Әйтпесе бәрін көрдің ғой, сабырлықтан шығар дейді. Әйелде сабырлық болса, семья тұрады. Сабырлық болса. Еркекте кешірім болса, семья тұрады. Еркекте кешірім жоғары болу керек. Әрбір нәрсені термеу керек. Әрбір сөзді тұшқымау керек. Сонымен не айтқың кеп тұр? Сонда менің мамам, сенің мамаң жақсы ма, сенің әулетің жаман, менікі жақсы ма деген сияқты болмау керек. Еркекте кешірімдік өте кең болу керек. Әйел адамда сабырлық жоғарырақ болатын болса, еркекке қарағанда семья жақсы тұрады. Күйеуім ауылда молла болып істейді дейді. Бұл менің екінші күйеуім дейді. 17 жыл тұрам онымен. Бірақ балаларымды жолатпайды, сонда имандылығы қайда дейді. Енді молла екеніңнен сұрамайсың оны. Мен білмеймін ғой, қызғанатын шығар. Негізі оныкі дұрыс емес. Дұрыс емес. Сізге енді ондай жасауға болмайды. Ананың жүрегі балаға байланған, қалай болғанда да ол дұрыс емес енді. Әке шешесіне көңілі толмай жамандайтын қазіргі күні бір-бірімен отбасы иесі бар адамдарға не айтасыз? Бір отбасы иесі бар. Не айтамыз? Қой дейміз. Ата-ананың көңілін жығарсың, басқа біреуге жүгіріп қаларсың. Ата-ана кеткен күні қабірін қазып жыларсың дейді. Енді ондай жоқ адамға Құдай өз уақытысында береді де енді. Бермеген адамға енді Құдай бермейді. Уақыты кеткенде түсінеді, енді түсінген кезде олар бұл өмірде бола ма, болмай ма деген әңгіме. Бірақ әйел, сенің күйеуің,
өз бауырларымен араласпаса, сізге екі ереже бар. Бірінші, күйеуіңіздің ағайындарын ол басса, өз тарапын. Сіз өз тарапыңызды жақындатып, күйеуіңнің тарапын сен баспа. Бұл бір. Мысалы, еркек солай болады, өз бауырларын ағасына ренжісіп қалады да, інісі қояды. Сол кезде сізге менің бағым жанды, Құдай маған берді деп, сен де қосылып жамандап кетпе оның бауырын. И жақтамады. Жақтаудың да, жақтасаң, екеуің ортаңда бір бәлең бар ма деп төбелесіп сен таяқ жеп қаласың. Сондықтан әр нәрсенің өзінің орны бар. Кіріспейсіз, бұл бір. Бірақ жамандамайсыз ешқашан, бұл екі. Бір. Екінші ереже, егер күйеуіңіз бұл еркекке де қатысты. Күйеуіңіз өзінің ағайындарымен араласпаса, сіз сол нәрсеге нариза екендігіңізді ашықтан ашық көрсетуге құқылысыз, һәм дұрысы да сол. Сіз дұрыс емес, өзінің бірыңғай келгенде, түнгі 2:30-да балалар арқылы кішкене даналыққа салып, ертең балаларымыз өседі, құдалыққа кім барады, соны ойлаймын. Енді сенің бауырың бармаса, одноклассниктеріңді апармаймыз ғой, бірге курста Рүстем досыңды апармаймыз ғой, ел бұл жетім бе деп айтады ғой, деген сияқты даналықпен жайлап айтсаңыз болады. Мына осы екі мәселе. После родов жолдасымның отношениясы өзгеріп кетті. Бала мен бір өзім үйде қалып қойдым. Енді екінші бала туғым келмей қалды. Ұстаз, қалай сол жағдайдан шықсам болады дейді. Оның алтын тетігі болмайды. Барлығына бір ақыл жүрмейді, барлығына бір даналық жүрмейді. Бұл жерде кейбір сіздің күйеуіңіздің сипаттамасы болу керек. Мен көрсем, айтам, сенің күйеуіңнің мінезі, нерві, шыдамдығы, түсінігі, ойы, өрісі, қабылдауы, сеніменен ортасын барлығын көріп тұрып, содан кейін айталам, сен күйеуіңе мынандай қадам жаса деп. Бірақ айтайын дегенім, қазір жалпыға айтылатын сөз, енді көрмегенде айтамайсың ғой, бейт сөйт деп айтамайым. Мысалы, қаттыға бар, немесе жайға бар деп айтсаң, онда совсем басқаша болып кету ықтимал. Бірақ жалпы бір ереже бар. Бұндай жағдайда сіз термеуіңіз керек. Сізде кеңдік болса, жеңу оңай болады бұл нәрсені. Жаңа өзгеріп кеттің, баяғыда жаным дегесің, қазір жаным демейсің, баяғыда гүл бергесің, қазір гүл бермейсің деген сияқты мәселелер. Енді жасыратыны жоқ, кішкене әйелден табиғат өзгереді, бала босанғаннан кейін денесі өзгереді, жағдайы өзгереді, құрылым өзгереді, ой өрісі өзгереді. Сонымен еркек адамда сондай түсінік пайда болады өзінде. Сондықтан бұндай кезде кішкене уақыт сіз жағында, сабырлық сіз жағында болу керек. Осы екі нәрсемен бәрі орнына түседі. Сәл сабыр ету керек. Көрінген коуч, психологтар тыңдап, бүйтсе бүйт, А десе Б десе А деген жақсылыққа әкелмейді. 5 намазды 3-4 сүремен оқуға бола ма дейді. Неге болмайды? Бар білгенің бір сүре болса, сонымен оқи бер. Сенікі міндет пе не намаз оқыған? Оқи бер. Бір сүре білмен оқитын бар. Бір аят білмейді. Бір аят білетін бар. Басқа білмейді ештеңе. Алхамдулиллахи роббил алемин. Басқа ештеңе білмейді. Осыны біледі. Намаз оқыса бола ма? Болады. 5 тұрмақ 10 намаз оқы. Нәпіл намаздар оқы, жаттағанша оқи бересің. Күйеуім 1 жылдай болды дейді. Қасыма жатпатуы былай тұрсын дейді. Маңдайымнан 1 рет сүйіп дейді. Еркелемейді дейді. 5 баласын дейді. Күйеуім көмектесіп, мамасына көмектесіп жүрсем де болмайды екен, ренжіп жүрмін дейді. Енді сен де айттың ба дедім ғой енді. 5 бала туып болғаннан кейін уже саған сүйдің керек не уже. 5 баладан кейін уже сезім суып қалдым. Сымайды ол 5 баладан кейін уже. Все уже. 5 баладан кейін баланы өсіруді ойла уже. Болды, келе жауын. Не істейді не бар, маңдайына мә дегенде не шығады ол? Мә деді ал, не шықты ал? Баланы өсір, құрсын болды. 5 балада көрмеген нәрсен қалған жоқ қой, болды, көріп болдым болды. Соның мәсеге жоқ, саған ақшасын берсе болды. Сол балаңды өсіріп, екеуің күшті болсаңдар болды. Не қыласың, ол келеді ол, балалар өссін, әлі кішкене несі бөлектеу оның түсінігі. Сөйт, сол балаларды қара жан. Жақсы көргеннен туған, сол маңдайыңнан мә дегеннен тудың ғой сен. Неден тудың өзі? Өзіне деп көтеріп қойған жоқ шығарсың ана, бүйтіп келгеннен. Солай?
Бәрі жақсы болды. Енді санамай-ақ қой енді. Қатыра саға дейді. Мен қатырмаймын енді. Қатырып жатыр ғой. Емші сияқты жындармен дейді. Отырғым келмейді. Аруақ ұстайсың деді маған емші. Енді тұрып кетіп қалса, шына отырсың енді жерде. Молдамен отырсаң шариғат айтады. Ұрымен отырсаң ұрлық қарлығын айтады. Баймен отырсаң дүниесін айтады. Келінмен отырсаң төркінін айтады. Не керегі бар? Сол өзге байланысты. Тәуіппен отырсаң, емші отырсаң бағананы айтады. Не керегі бар? Тұрда кетіп қал болды. Диагнозыңды қоймай. Кейде қасында біреу жүргендей болады. Алдын ала бәрін сезіп отырамын. Кейде қорқамын. Қандай да қорқу керек дейді. Уайымдамаңыз. Біреу жүргеннен уайымды қорқпаңыз. Ең проблема екеу жүрсе қиын болады. Алаң-алаң етіп қай қараң білмей қалсын. Атақ біреу жүрсе жүре береді ол. Ондай кезде ағузу биллахи минаш шайтанир раджим дейсің, сонымен бітеді мәселе. Ағузу биллахи минаш шайтанир раджим. Осын жаттап алыңыз. Осын оқисыз болды. Соңын үйдегі балаларға азан айтқыздырып қойыңыз. Азан айтсын. Имам дейді, баламда диагноз бар, 15-те, егер алмай жатырмын, өткіз дейді. Екінші, балаңды ойла дейді, әкелері көмектеспейді. Сонда Алла берген сынаққа төзе алмағаным ба дейді. Енді адам төзу керек деп өліп кетпеу керек қой. Қолыңыздан келгенше, мен сондай кісілерді білемін, бала егер алмай далаға секіреді, далаға балконға жүгіреді, көліктің астына жүгіреді, кейде жасыратын жоқ, жаңағы ұра алмайсың, соға алмайсың, қолындағы затымен ұрып жібереді. Әртүрлі енді диагноз болғаннан кейін қиындау ғой, әр баланың деңгейі әртүрлі. Сондықтан бұндай кезде көмек бермесе, қасыңызға адам жалдауға мүмкіншілік болмаса, онда шараңыз сол болады. Басқа вариант жоқ сізде. Өйткені сіздің өміріңіз, тағы да айтамын, жоғары тұрады. Енді сіз оны далаға, мусорға, өлімге апарып жатқан жоқсыз ғой. Сондықтан барып көмектесетін орталықтар бар, соларға қайырылсаңыз, сізге көмек береді. Сол емші ғой, марқұмның аруағы келіп, киімдерді өлген, киімеңдер өртеңдеп дейді. Жоқ, не қыласың енді оны. Шалабай атаң аруағына дейсің, жындығы жібереді, айтады ғой. Эстрадамен билетіп жатыр қазір. Баяғыда бір қобыз еді, қазір енді инструменттер көбейіп, бәрі билеп, жынды болып кетеді. Вальс билеп бәрі. Сондықтан не қыласың? Ондайға басқа. Ағузу биллахи минаш шайтанир раджим деп болды. Ана атаң келді, мына атаң келді деп. Бүкіл аталар оптом келсе, не істейсің, ие бола алмай қаласың. Сондықтан қой. Басты қатырмаңдар, не қыласың оны? Енді ұстадым дегендерге Құдай аруақпен жаңа қасиеті жұқса жұқсын, ештеңке демейміз, жақсы, қасиетін күшті екен. Бірақ енді ол реклама, жарнама жасайтын дүниеміз. Өзенге, көлге түскен ғұсылға жата ма дейді. Жата. Қапшағайға түссең жатады. Ол маңайда туалет болмаса да жата береді. Океандау, моредау жарай береді. Жолдасым бажасынан қызғана береді, қатты қызғанады, шаршатты уже, не істесем болады? Бажаны үйге кіргізбе? Бажаны кіргізбе? Бажа қарбыңда ма? Бажасы келген кезде қобағыңды битіп ал. Бақыр айғайлы, не де? Болды. Сен өзінен де бар ғой. Бажасына арбаң етесің әуелі. Привет, царя, қалай деп. Бетін сүйіп амандасатын шығарсың. Ол да қарайды, менімен сүймейді, мен бажамды сүйеді. Не қалай бұл? Мысалы, шынында еді, байың келсе сүймейсің жұмыстан. Байың бажасымен келсе, байыңды сүймейсің, байып қасында бажасын сүйесің. Сонда қалай болады ол? Қызғанбағанда не болады? Күйеуім боқтайды, дұрыс дейді. Конечно, дұрыс. Сосын дұрыс та енді.
Күйеуің келеді бажасымен. Қызғаныш ауру дейді. Почему здесь ауру? Аурудың қасы жоқ жерде. Повод берме деп тұрмын. Сіздер өз повод беріп басында, конечно, қызғанады. Есі дұрыс еркек қызғану керек. Не болады? Енді өзің ойла, сен досыңмен келесің, үйге одноклассникіңмен, еркексің сен, әйелің сенімен амандаспайды. Келдің бітік қойды, саған болды. Дейді еще. Досыңмен келдім десе, қалайсың дейді де барып досын сүйеді. Сен сонда еркексің ба, чумосың ба, кімсің сен сонда? Дұрыс қой енді еркектікі. Байыңды сүй. Одноклассник сүйетін не болды? Жынды болды ма? Бажасы сүйіп ол. Оның сүйетіні өзінің үйінде сіңлің отыр, сол сүйеді ол. Сол ғой дейді. Сол. Күйеуім қыздармен сөйлеседі дейді. Қандай кеңес бересіз? 15 жыл болды отасқанымызға. Кішкене шыда. Кішкене шыдасаң үйленіп кетесің жаным. Сонымен семьяң тұра береді. Бұзба семьяң жаным. Оның ақымақтық өз жауап береді, бірақ сен ұрыспа жаным. Дұрыс емес. Күйеуіңмен ұрыспа жаным. Ал ақымақтық қылды, күнәһар. Адам қайтыс болды. Құс болып келеді, келмеді, күтіп жүрмін. Келетін шығар деп. Видеоларда келіп жатады ғой, үйдің ішіне келіп дейді. Ақсақ құс болып келсе ұшамай. Атам қанаты қалды, атамның қанаты деп. Құсқа қарап сәлем беріп, братан қалайсыз атам деп. Атан қайтып ұшып кетіп, ауыл болып ата деп бәрін сау адам тірлік емес қой бұл. Сондықтан ол ұшып келмейді. Рух реинкарнация деген құсқа кіріп, құстан бірге көгершінге қарап, ол жай нәрсе, жоқ ондай нәрсе. Декреттен шығып, жаңа іс бастап жатқам, давай, вперед деп жібересіз ба дейді. Декреттен шығып жатсаң, күйеуің айтасың. Күйеуің саған вперед дейді, сен тағы көтересің сонымен. Сол вперед болады саған. Сөйтіңіздер. Алла жақсылық берсін, аман болыңыздар. Құдай жақсылық болсын, дендеріңіз сау болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.